Халайық, басымызға қилы заман күн туғаны бәрімізге аян. Біз бұл қанды шайқасқа еріккеннен шыққан жоқпыз. Ақ патшаның берген уәдесінен тайып, қазақтың 19 бен 31 жас арасындағы жігіттерін қара жұмысқа аламын деуі, оның екіжүзділігі, қазақты бір атана халық санап, бізбен санаспауы, ел қырлы көрмеуі, мұндай басынғандықты жет атамыздан көріп дедік осы. Бізді адам қырлы көрмесе, мал секілді көгендеп, майданға көнсеңде көнбесеңде аламын десе, естеу керек. Басымызды иіп, ләппай тақсыр деп, аяғына жығыламыз ба? Өздеріңмен кеңескелі келдім, торғай жүрді. Дұрыс айтасың, әмір. Өзің бастадың, біз соңынан еруге дайынбыз. Ажалды жанға бір өлім, жат жерге барып қампезер, ант атқан ақ патшаның айтқанына көніп, жер жастанғанша, туған жерде жастығымызды алып айқасып өлейік. Сүйегіміз ата-баба жерінде қалсын. Бізді тапқан анамыз қалжа жегенде ел қорғайтын, кіндік қаны тамған жерін жауға бастыртпайтын ұл таптым деп сеніп артып туған шығар. Дулат бабамның аруағын аттап, қас дұшпанның айтқанына көніп, айдауында жүрсем, менде не қасиет қалды? Көзін тырнап ашқаннан ата жаумен айқасып, Алатауда сүй қалған иман атамның рухына не деймін? Бас тәмір, бабамыз тілеулі, кешегі жауға тізе қосып бірге шапқан. Бізден де Құдай айырмаса, ешкімде айырмайды. Дұрыс айтасыңдар. Аруағынан айналайын көсем көгімнің ұрпақтарай. Өздеріңді елін сүйрер, егіз ер деп, үрпекті бес батырының ауылы деп текке айтты дейсің бе? Ел күйінгенде күйінген батыр, ел сүйінгенде сүйінген батыр, ерегісте мыңға татыр деген кешек аруақты бабаларың. Бастамасаң саған серт, қостамасаң маған серт. Ақсарбас, шыбын жанды аяғанмен болмайтыны көрініп тұр. Өңкей қыршындарды қолымыздан тізіп бергенше, олардың жолында өзіміз құрбан болайық. Біздің ұран содан басқа амал жоқ, содан басқа шамаң да жоқ. Қарадан туған басымызды хан көтергендерің, Нияз атама сенгендерің шығар. Аттан дегенің алғыс, баста дегенің рахмет. Басымыз біріктесе береке болмайды. Патшаның әскері күшті, Бақай шағына дейін қаруланған. Ақшығанақтағы алғашқы ұрыс оңай болған жоқ. Оспан хан бастаған арғын мыңдықтары сол маңайдағы бекеттері талқандап, Орынбордан келе жатқан Тургенов әскеріне қарсы тосқауылға шыққанымен, оларда тоқтата алмай, біраз шығынға ұшырады деп естіп жатырмыз. Жау торғайға өтіп, жартысы кеше құм кешуге соғыс салыпты. 500 шаңырақтан 300-і ғана қалды деп естідік. Сарбаздар түгел, қатын бала шағаны да аямапты жауыздар. Бүгін жау батпаққарада жатыр. Ертең бізге келеді. Ұрыста тұрыс жоқ. Я, жаудың екпіні қатты. Зеңбірек, оқшашар, винтовкамен қаруланған әскерді қарусыз сарбаздармен тоқтата алмаймыз. Алсақ, амалмен, әдіс айламен аламыз. Бектеп берген аға, ұсталар соғып жатқан қарулар қайда? Барлық сарбаздарға жете ме? Ұсталар бар күштерін салып, қолдан келгенін бәрін жасауда. Әттен темір жағы тапшылау. Амал жоқ, найзаның орнына шөбарақтың шошқа тістерін пайдаланудамыз. Ұсталар Найман, Тәутен, Елке Ситен бастап, қылыш найза соқса, Жырықтың Батырбегі Берденге соғуды қолға алды. Оқ-дәрі аз болып тұр. Әлписте Ақмешітке Махамбет Атбасардан қарып әкелуге кетті. Мүмкін келіп қалар. Алда қиын шайқастар, қанды жорықтар күтіп тұр. Жаудың қаруы мықты, қатарда мол. Полковник Тургенов 3000-нан аса жазалаушы әскер ертіп, ертең үрпекке келіп,
осында ойран салмақшы. Сондықтан қалың әскермен шайқасқа біз Доғал мен Үрпек арасын таңдап отырмыз. Арал мен Үшбөгеттің талы жиі, қамысы қалың. Патша әскері қаруларын еркін пайдалана алмайды, әрі жаппай шабуылға да шыға алмайды. Жердің ыңғайын білмейді. Бізге де керегі осы. Тал-талдың арасын қамыс ішінде тұрып, ұрымтал тұстан тап берсек, жау едәуір шығынға ұшырайды. Дұрыс айтасың, әмір. Олай болса Кейкі 200 мергенмен жарғабақта тұрып, жаудың шолғыншыларын өткізіп жібереді де, негізгі күшті қорғасымен қарсы алады. Мыңбасылар, Қосшан, Қарабайдың досаны Өмен, Абырай өздеріңе қараған сарбаздарды бастап, ортада қалған қас дұшпанды басып көтертпей жан-жақтан шабуылдайсыңдар. Бұдан басқа жол жоқ бізде. Әскеріміз дайын тұр. Үшбөгеттің қалың нуына жасырып, жау көзіне түсірмеуге тырысамыз, батыр. Жасанған жауға қолда бар қаруымызды сайлап қойдық. Жау жүрек сарбаздарым менің, ел басына күн туды. Ерлердің етігімен су кешіп, тұлпарды ауыздықпен су ішер заманы келді. Рас, жау жасағы мықты, бірақ біздің артымызда зор үмітін артып, қалың еліміз тұр. Бізге жалғыз-ақ жолы қалды. Патша жарлығына көну, немесе азаттық жолында шахид атанып, ақ өліммен өлу. Қолдаймыз. Туған жер үшін жан құрбан. Баста әмір. Бастаңдар шардар. Халайық, атамыз қазақ қай заманда жауға жанын берсе де, ар-намысын жоғары қойып, бас имеген. Иманы берік халық, жауға шапса да, аруаққа сыйынып, Алласын аузынан, Құранын қойынан тастамаған халық. Біз ертеңгі қырғын шайқастың алдында, мына тұрған сарбаз қажатамыздың мешітіне жай келгеніміз жоқ. Қажатамыздың рухы жебеп, періштесі демеп жүрсін деп жиналдық. Дұғамыз 7 қат жер астына жетіп, ақ ниетіміз адал, шалған құрбандығымыз қабыл болсын деп келдік. Қане, қол жайыңдар. Аузу биллахи минаш шайтонир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка нa'буду ва ияка настаин. Ихдинас сиротал мустақим. Сиротал лазина ан'амта алейхим. Гайрул мағдуби алейхим валад-доллин. Амин. Уа, барша әлеумет, ерлерге бата берейік. Осы тұрған бәріміз ерлерге түгел ерейік. Кәріміз бен жасымыз патшаға қарсы аттанып, ер қаруы 5 қару бойымызға ілейік. Бостандық үшін туыстап, ерлерге өмір тілейік. Әумин. Осы ауылдың өнерпаздарына қатты рахмет, қол соғып қошемет білдіріп қойыңыздар.